Кеш жарық, қалдарыңыз қалай, құрметті Livgood клубының қонақтары, серіктестеріміз. Менің есімім Раскөл. Бүгінгі кезекті қазақ тіліндегі презентацияны мен жүргізетін боламын. Осы Livgood'тың мен де партнерымын. Қазірше қосымша жұмыс жасап жүрмін. Livgood'те болашақта жазға дейін негізі мамандығым қазір мұғалім болып жұмыс жасап жүрмін. Бірақ дегенде қосымша болса да осы компанияны золото статусын жаптым. Қазір командам 150-ден асып қалды, уже платинаға жақындап келе жатырмын. Қазір сіздерге керемет осы Livgood туралы айтып беремін. Бұл американдық клуб. Клуб деген негізі біздің нарықта жоқ. Сол үшін көп адамдар басында келгенде де әзірдігі күні де онша түсініңкіремей жатыр. Ол клубтың қалай жұмыс жасау керек екенін, олар мысалы күнде традиционный кәдімгі жай ғана сетевой компанияларға үйреніп қалған. Сол себепті де оларға кейбір жерлері түсініксіз. Мысалы ай сайын не үшін құры 5000 теңге төлейміз деген сияқты сұрақтар болады. Міне сол сұрақтардың бәрін жауабын бүгін аласыздар деген ойдамын. Бұл клуб осыдан дәл бір жыл бұрын, былтырғы желтоқсан 2022 жылдың 13 декабрінде, желтоқсанында Флорида штатында тіркелді, Америкада. Міне осы Құдай бұйырса, бір санаулы күндерден кейін біз сол Америкадағы ашылған күнін Алматыда атап өтпекшіміз. Уже 500 адам жиналып жатыр. Атакенттегі Конгресс-холл деген үлкен сол жерде конференц-зал бар, сол конференц-залда атап өтеміз. Егер естімегендеріңіз, әлі билет алмағандарыңыз болса, міндетті түрде алыңыздар. Өте керемет болады. Сіздер ойлағаннан да өте жоғары дәрежеде өтеді, көресіздер. Және сол эмоция сіздерге бұл бизнесті ары қарай жылжытуға көмектесетін болады. Сол себепті міндетті түрде келіңіздер. Енді жалпы клуб дегеніміз не? Мына жерде мен бірнеше сіздер енді маған кедергі келтірмей бірден кірген кезде микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Мына жерде кім мынау? Гүлнар, Айшан. Өздеріңіз бірден өшіріп отырсаңыздар, мен запись қосып отырмын. Мана жаққа мешет жасамасын. Рахмет сіздерге. Кейін записті ютубқа салатын боламын, сол жақтан қарайсыздар. Міне мына жерге мен бірнеше клубтарды, осындай бізге ұқсайтын клубный системаларды, яғни клубтық жүйелердің тізімін келтіріп қойдым. Соның ең біріншісі өте 40 жылдан бері жұмыс жасап жатқан, ұзақ жылдар бойы Америкада жұмыс жасап жатқан Costco деген клуб. Бұл Costco деген қазіргі таңда 124 миллион тұтынушысы бар. 124 миллион тұтынушы бар. Сол тұтынушылар бұл ровно 40 жыл болды. 1983 жылы ашылған, қазір 2023 болды. 40 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Осы тұтынушылар ай сайын жылына $120 төлейді. Бір рет $120 сразу төлейді. Не үшін төлейді? Себебі Costco платформасын ашып қарайтын болсаңыздар, ол жерде қазір мыңдаған, 10 мыңдаған өнімдер бар, заттар бар. Ол жерде машинеде сатылады, ол жерде үйде сатылады, ол жерде енді деген қандай крупный нәрселерді айтып жатыр ме? Мелкийді айтпаған кезде, ұсақ нәрсені айтпағанда, жиһаздар болсын, соның барлығы сатылады осы жерде. Сол бірақ нарықпен салыстырған кезде детский қосылып жатыр. Осақта продажаға шығады дейді. Өшіреміз микрофон. Моющие средства. Витаминдер, детский витаминдер. Содан кейін моющие средства қосылады. Содан кейін барып киім қосылады, техника қосылады. Кім сөйлеп жатыр мына жақта? Таппай жатырмын. Жаңа басталған білем, 22 адам екен. Қаламқас. Жақсы. Бұлар мысалы жылына $120 не үшін төлейді? Себебі бұлардағы осы платформадағы тұрған өнімдер басқа нарықтағы өнімдерге қарағанда 60% дейін арзан. Сол себепті сол мүмкіншілікті жоғалтып алмас үшін олар жылына $120 төлеп тұрады. Просто так $120 төле қояды. Ол жылда бір рез алу мүмкін, ол өнімді 10 рез алу мүмкін, немесе 100 рез алу мүмкін. Бірақ сол кейде бір жыл бойы дымды алмау мүмкін, бірақ та ол сол $120 төлейді. $120 төлемесе, ол клубтан шығып қалады. Сосын оны қайтадан кіру үшін тағы басқа сума төлеу керек болады. Міне сол себепті осы $120 олар жыл сайын бір рез төлеп отырады.
Сол сияқты Amazon деген, енді Costco'ны көп адам білмеуі мүмкін, бірақ Amazon'ды бәріңіз естідіңіздер, иә? Amazon деген тоже платформа. Қазір оның 167 миллион тұтынушысы бар. Оны да ашып қалатын болсаңыздар, Amazon деген 94-ші жылы ашылды. Естеріңізде болса, тарихы 94-ші жылдан 98-ші жылға дейін тек қана кітап сатқан олар. Содан кейін қазір қарасаңыздар, ол жерде де миллион бәлеватыр заттар бар, иә? Сол қапта кетті. Бұлар Amazonға сол заттарды алу үшін, жаңа бір айырыммен, иә, бір белгілі бір скидкамен, айырыммен алу үшін ай сайын $15 төлеп отырады осы тұтынушысы, 167 миллион тұтынушысы. Біздікі әлі 1 миллионға жеткен жоға, 850 мыңнан жаңадан астық. Енді содан кейін келесі Netflix деген тұр. Мына оң жағыңызда, мына суретті қарасаңыздар, мына пультта, иә, телевизордың пультында Netflix деген жазуды көріп тұрсыздар, иә? Соны басқан кезде, яғни сіз автоматты түрде подписаться етесіз, сол Netflix-қа, иә, Netflix деген сайт, сол сайтқа жазыласыздар. Содан кейін сіз добровольный өзіңіз ай сайын 5000 теңге төлейсіз. Не үшін төлейсіз? Сол сайттан жаңаға сапалы фильмдер, кино қарау үшін, мультик қарау үшін, иә. Енді оны үлкен кісілер түсінбеуін білмеуі мүмкін, бірақ та жастардың барлығы біледі. Және оған жазылып отырған бізде Қазақстаннан өте көп тұтынушылар бар. Сол Netflix-тің қазір тұтынушысын қараңыздар, 247 миллион тұтынушысы бар екен. Почти бір Америка десек болады, иә, үлкен. Бұл Netflix-та 97-ші жылдан бастап істей келе жатыр. Netflix-қа сіздер ай сайын, жаңағы мына жерде 22-де 99 деп тұр, енді оны точнасын мен нақтысын айта алмаймын, бірақ $15 примерно төленеді ай сайын. Одан кейін, мысалы, қазір біз отырған платформа, ол Zoom платформасы, иә. Zoom платформасының тұтынушысы одан да көп, 300 миллион. Осы Zoom-ға, мысалы, ай сайын $15 төлеп отырмыз. Неге? Осы Zoom-ды пайдаланғанымыз үшін төлеп отырмыз, иә? Бұны мен, мысалы, айына 4 рет пайдаланам. Әр сәрсенбі күні кірем, болды, все. Сол үшін бірақ ай сайын $15 төлеймін. $15 деген 6,5-7 мың теңге төлеймін почти, иә? Қараңыз, сосын Disney дейміз, сосын міне сол сияқты бұндай клубтар өте көп толып жатыр. Соның біреусі мына қазіргі Livegood. Livegood'тың бір ерекшелігі бұл әлемдік нарыққа шықты. Себебі бұны Livegood'ты ашып отырған кісілер, бұлар Сетевойдан 20 жыл тәжірибесі. Әй, мәшінен қыздар, кетестермелей отырасыңдар. Бай-бай, күләш өшіріңіз. Сетевой бизнестен 20 жыл тәжірибесі бар, өте мықты адамдар ашып отыр. Сол себепті олар сетевой бизнес деген, олар әлемге таралып кетеді ғой, соны білетін болғаннан кейін, бұлар бірден осы клубты ашқан кезде, сразу бірден доставканы іске қосты, бүткіл әлем бойынша доставканы іске қосып, бұл бүткіл әлемге сразу нарыққа шығарып жіберді. Сол себепті қазір примерно осы бір жылдың көлемінде 800 мың адам уже бүткіл әлем бойынша біліп отыр, осы жерге тіркеліп отыр. Енді біздің клубқа оралатын болсақ, Livegood клубының негізін қалаушы мынау Бен Глинский деген азамат, американдық азамат. Бұл осы Сетевойдың 20 жыл жаңа тарихы тәжірибесі бар, 20 жыл тәжірибесі бар, мықты өте Сетевой компаниялардың бірнешеуін ашқан. Біз осы кісілердің, мен өзім неге келдім, осы кісілердің алдыңғы бір проектісінде, eLife Max деген сол проектіде біз жұмыс жасадық, 2018-ге дейін мен 8 жыл жұмыс жасадым. Кейін оны бір американский компания сатып алып кетті да, сосын біз мәжбүр болдық басқа бір компания. Сатып алып кеткен компанияның маркетингі ұнамағаннан кейін, біз мына маркетингпен жұмыс жасап жүрдік қой 8 жыл, ұнамағаннан кейін, мен бір қазақстанский проектіге кеттім. Содан кейін қазақстанский проектіден 1 жыл істеп, ол жерде мен командамнан 6 адам машина автобоны шапты, менімен қосқанда 6 адам. Бірақ компания біздің машинамызды бермеді. Сол себепті мен Сетевойдан көңілім қалды, жасамайм енді Сетевойда деп, Сетевойдан кетіп қалған кезде мені бір Сетевой компанияға бухгалтерияға шақырады. Сол бухгалтерияда жұмыс жасайын басынан бастап, сол кезде біз әлемдік зауыттармен жаңағы переговор жүргіземіз, иә? Олар бізге прайстарын тастай бастайды, өздерінің қандай продукциялар бар екен. Сол кезде мен көзім жетті, зауытта кез келген сапалы өнім өте арзан тұрады. $5 көлемінде тұрады, иә? Бірақ оны алғаннан кейін біз маркетологтар арқылы, маркетологтар маркетинг создавать етіп береді, біз оны маркетингті продуктының үстіне отырғызамыз, сол үшін ол $5 өнім 80, 100, $200 болып кетеді. Маркетингке байланысты, расходтарға байланысты. Сіз оны $5-дан ешқашан сатып аламайсыз. Себебі зауытқа сізге $5-дан сатып отыру, бір штуктан $5-дан сатып отыру мүлдем тиімсіз. Олар алады, крупный компанияларға өздерінің прайстарын алып, договорға отырады, соларға $5-дан кем дегенде 10 мың штук, кем дегенде 20 мың штук деп жаңағыдай шарт отырады, сөйтіп соларға сатады.
олар өздерінің маркетингтерін қосады да қымбатқа сатады, иә. Сол себепті де сіздер көп жерлерден қымбатқа алып жүрсіздер өнімдерді. Оны көп адамдар біле бермейді. Көп адамдар біледі, білсе де олар мәжбүр. Себебі басқа жерде зарплатаға жұмыс істеп ешқашан жағдайын түзей алмайды. Собственный бизнес дейді, жеке кәсіпкер ретінде бизнес жасау өте қиын. Оған себебі өте көп ақша кетеді. Сондықтан да сетевойды бірден бір көзі тез ақша табудың және көп расход шығармай ақша табудың. Сол үшін көп адамдар сетевойда оны қымбат екенін біле тұра ештеңе арғай жұмыс жасап жүре береді. Міне осы нәрсені, осы тенденцияны қазір Либгуд деген клуб уже біртіндеп неге шығарып жатыр? Жоққа шығарғысы келеді, иә. Себебі бұларды айтады. Мысалы, өзі Бенгелинскийдің тарихын тыңдасаңыздар, олар өзінің тарихында айтады. Мен ешқашан сетевой ашпаймын деп, жаңа 2018-де бұлар өздерінің сетевойын сатып жүрді ғой. Сол кезде айтады, мен ешқашан сетевой ашпаймын деп өзіме уәде бергем дейді. Себебі мен қаншама осы 20 жыл бойы бақылағаным, көзім жеткен нәрсе, сетевойда көп адамдар 100% адамның 90% адам ақша таппайды дейді. Бар жоқ ақша табатыны 10% адам дейді. 90% адамы не продуктыны сата алмайды, потому что продукты қымбат, иә. Содан мен сетевойды ашпаймын деп көңілім қалған болатын дейді. Бірақ мына идея, бұл идеяны енді постоянно ұсынып жүрген мына кісінің командасы бар. Мына жердегі мына Наудер Кезін деген, осы кісі ұсынып жүреді осы идеяны. Себебі бұл кісі мен бағана айтып кеткен Коска деген бар ғой, басында көрсеткен. Сол Коскада 91-ші жыл жұмыс жасаған екен, ең алғашқы сетевойды көшеде келе жатқанда біреу шақырды дейді. Сол шақырғанымен бірге кіріп барсам, именно Коска шақырған екен дейді. Сонда сол Коскада сол моментте ол 83-те ашылды дедім, 91-де уже 8-ші жыл, әлі партнерский программасы бар екен. Сол жерге бардым дейді, осындай идеяларды айтты, маған ұнады, мен сол жерде жұмыс жасап жүрдім дейді. Вот сол идея бұл кісінің ойында қалып кеткен. Сол идеяны 2015 жылы әлі өздерінің сетевой компаниясын сатпаған кезде Бенгелинскийға айта бастаған екен, давай осы идеяны көтерейік деп. Сосын 2018-де бұлар өздерінің сатады, жаңа сетевой компанияларды 2019-да бұлар нақты осы идеямен отырады 2019-да. Сосын олар Райан Гудкен, Лиза Гудкен бұлар семейный пара, отбасылық жұптар. Райан негізі вообще бұл мықты фармацевт Америкада. Сонымен отырып бұлар деген продукты дайындайды. Біздің қазіргі шығып жатқан продуктыларымызды дайындайды. Сол продуктаны дайындағаннан кейін бұлар ол продукцияны уже тіркейді, кәдімгі Американың жаңағы системасына, налоговой система деймін, әйтеуір жоғарғы мемлекеттің системасына тіркейді. Сосын олар апробациядан өтеді, 1,5 жыл бойы ішіліп көріледі, барлығы, результаттардың бәрі көреді. Сосын барып, тек қана 2022 жылдың декабрінде ғана олар маркетингті түркеп, Флорида штатына. Сосын олар жарыққа шығарды, содан бастап бері қарай жұмыс істеу басталды. Телевизорды өшіреміз. Запрет будет введен в Москве не только у пляжных, но и чем зона, также в лесах и воздушком. Все город начнут уже в следующем году. И это не единственный удар по курильщикам. Так. Көбекен таппадым. Телевизорларыңызды өшіріңіздер. Енді Либгуд клубының негізгі миссиясы жаңағы адамдарға көмектесу үшін, немесе денсаулығын қалыпқа келтіру үшін, сіз бүкіл состояниеңізді, яғни бүкіл жағдайыңызды жоғалтпай-ақ, аз-ғанша ақшамен-ақ жаңағы бүкіл нені денсаулықты қалыпқа келтіруге болады дейді. Неге? Себебі біздегі өнімдердің қазір бағасын көрсеңіздер, жаңадан кіріп отқан қонақтар болса таңғаласыздар. Ондай баға біздің нарықта жоқ. Қазіргі дәл қазір бүгінгі күні ондай бағалар жоқ. Бізде қазіргі өнімдеріміз 30-ға жоқ, ол өнімдердің барлығы қазірше денсаулықпен әдемілікке арналған өнімдер. Және бұл өнімдердің барлық құрамы бүкіл әлем бойынша дүниедегі ең экологиялық таза аймақтарда емдік қасиеті бар шөптер өседі. Емдік қасиеті бар шөптер өсетін жерлерді сол мемлекеттер өте неде ұстайды. Сіздер чатқа жазып отырыңыздар, адамдар кірген кезде бірден нелер микрофондарын өшіріп отырсын, маған кішкене кедергі келтіріп жатыр. Экологиялық таза аймақ деген мен мысалы көргенмін. Жаңағы біз мына өнімді іздедік дедік қой, сол кезде бізде Қытайда бір жерде болдық. Өте таза, экологиялық тазалығы соншалықты ол жерде деген жаңағы только егер жүретін болса рұқсат береді электрокар дейді.
электромобильді машиналар и то көп емес. Басқа ешқандай нәрсеге рұқсат бермейді, тек қана велосипедпен барады, таудың баурайы өте керемет ол жерде деген. Бір шаң жоқ, сіз соны бір ай бойы бүйтіп ақ жейдемен жүретін болсаңыз, ешқашан жағаңыз кірлемейді. Міне осындай жерлерде, экологиялық таза жерде шөптің емдік қасиеті ешқашан жоғалмайды. Міне сондай өнімдерді алып келеді мынаны құрамына қосу үшін, тапсырыспен алдырады. Ал енді мысалы біздің Алматы экологиялық таза аймаққа жатпайды, өте былғаншы аймаққа жатамыз, Алматы емес, жалпы Қазақстан экологиялық өте былғаншы аймаққа жатады. Оның бір дәлелі, мысалы бізде бұрын осыдан 20 жыл бұрын біздің алмалар, Алматының апорты деген қандай темірге өте бай еді, потому что сіз бір ғана тістесеңіз, келесі тістегеніңізше уже қоңыр татпас кеткен сияқты сондай болатын. Ол деген темірдің өте байлығын, өте көптігін көрсетеді. Қазір тура сол Алматының алмасы әлі де бар, бірақ та дәл ондай емес. Жай ғана қызғылтым болады, болды, жоқ, ол темірдің 90% жоғалып кетті. Неге? Себебі экологиялық өте былғаныш болғандықтан, олар өзінен өзі жаңағы өздерінің қасиеттерін, минералдарын барлығын жоғалтып жатыр. Сол себепті сіз өзіңізге огородқа қанша сәбіз егіп жесеңіз де, помидор егіп жесеңіз де, бәрібір сіздің ағзаңызда күнделікті организміңіз дұрыс жұмыс жасайтындай, сізге керекті қажетті материалдарды алмайсыздар. Минерал дейміз, витамин дейміз, оның бәрі материал дейді, оны сіздер алып жатқан жоқсыздар. Сол себепті аурулар жасарып жатыр дәл қазір. Бұрын 50-ден асқан кезде ауыратын адамдар қазір 20-дан кейін, 25-тен кейін ауырып жатыр, Қазір жастардың да белсіздігі көп. Қазір жастардың не только, мен қазір мектепте істеймін мұғалім болып, не только жаңағы студент немесе 25-тен асқан емес, қазір мектептің оқушыларының өзінің әлсіздігін айтсаңыздар. Басым ауырып, жаңа давлением түсіп кетті, неше түрлі айтады, қайта-қайта дәрігерге барып келіп, қайта-қайта жаңағы нені шақырып, медсестраны шақырып, врачты шақырып, сөйтіп жатады. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы нені көрсетеді? Біздің ағза дұрыс жұмыс жасау үшін күнделікті белгілі бір доза бар ғой. Қанша кальций керек ас қорыту үшін, қанша А витамині керек, қанша С витамині керек, қанша селен керек деген сияқты. Соны біз еш жерден алып жатқан жоқпыз. Сол себептеден, мысалы, біз адамдарға өстіп түсіндіруге мәжбүрбіз. Ал бұл есенгіде емес, мен білмеймін. Бірақ мысалы дамыған мемлекеттерде, Европада, Америкада, Японияда, мысалы Кореяда, бұндай заттар деген кәдімгі жай продуктовый магазиндерде сатылады, адамдар барады да, өздері уже білет, қайсы не керек екенін бәрін сол продукты сатып алған сияқты сатып алады да, ше береді. Біз адамдарға осылай керек, сіздерге ішіңіздер деп айтып жатамыз, Міне осы құрамдардың барлығы әлемнің түкпір-түкпірінен керемет жерлерден, жаңағыдай өте бай жерлерден алынады. Содан кейін бұның кәдімгі GMP деген сертификат бар. GMP деген сертификатты бүткіл әлем мойындаған сертификат, Осы сертификат бар. Мысалы, біздің өнімдердің бағасына ұқсас, өнімдер мысалы iHerb-те бар болуы мүмкін, бірақ та iHerb-те әртүрлі фирмалар қоя береді, және сіз білмейсіз ол әртүрлі фирмалардың қандай сертификаттары бар, қайсыныкі жоқ, қайсыныкі апробациядан өткен, қайсыныкі өтпеген. Сондықтан кейбіреулері ол дұрыс шығуы мүмкін, кейбіреулері дұрыс емес шығуы мүмкін, Ал бұл жерде сіздер бір ғана Ливгуд клубынан аласыздар, өзіміздің производство, өзіміздің сол өнімге жауапты адамдар бар, мысалы Райан мен Лиза өткен сол өнімге жауапты адамдар, Сол себептен сіздер қорықпай аласыздар да, іше бересіздер. Біздің клеткамызды жаңағы организмі, ер адамдар, әйел адамдардың денсаулығы, балалардың денсаулығы, иммунитет, жаңағы әсемдік барлығын қамтиды, Енді участники деген қатысушы, бізде бар ұғым бар, тұтынушы, қатысушы және полноценный партнер деген 3 түрлі ұғым бар, Егер сіз тұтынушы болсаңыз, басқа нарықтағылармен салыстырғанда арзан қаласыз, бірақ қатысушы және біздің именно партнерлар сияқты арзан емес, разницасы бар, 5000 теңгедей разница шығады. Сонда да бәрібір арзан қаласыз. Мысалы, қазір мынандай салыстырайын басқа рыноктағы өнімдермен, біздегі CBD деген керемет өнім бар. CBD деген жалпы YouTube-ке жазсаңыз, любой жерге жазсаңыз, CBD туралы толып жатқан мағлұматтар бар. Бұл 167 түрлі ауруға ем деп айтады, Ең даже жазылмайтын жаңағы спид, ВИЧ деген сияқтыларға дейін жақсы көмектеседі, дұрыстап ішетін болса дейді. Сол өнім бізде бар жоғы $18 тұрады. Енді басқа сайттарда бұл ең арзанын ғана көрсетіп тұрмыз мына жерде. $90, $80, Яғни осылармен салыстырған кезде сіз 79% өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз, немесе 77% ақшаңызды үнемдейсіз. Ал оны интернет-магазинге жазып көрсеңіз, ол даже 167 мың, кеше біреулер жіберіп жатты, чатқа 167 мың, 127 мың деген сияқты тура сондай бағаларда да бар екен, осылар сатылып жатыр. Соған да адамдар алып жатыр, Ал бізде бар жоғы $18 деген, ол 9 мың теңге ақша. Сол сияқты міне біздің жаңағы әсемдік сывороткаларымыз, бар жоғы 7 мың теңге тұрады. Тура осы өнім
просто басқа атпен басқа қорапта екі түрлі компанияда сатылып жатыр. Бір жерде $60, бір жерде $86. Солармен салыстырған кезде сіздер 75% немесе 82% өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз. Содан кейін енді міне жаңағы қатысушы мен тұтынушының екеуінің арасындағы айырмашылықты көрсете кетейін. Біздегі мына әйелдер мультивитамині, ер адамдарға арналған мультивитамин деген бар, иә. Құрамы толық витаминдер мен комплекстер, және күнделікті біздің ағзамызға қажет селен, жаңағы цинк, марганец деген сияқты минералдар бар, иә. Бұның жаңа қатысушының бағасы $10, яғни 5.000 теңге, ал розничный бағасы, тұтынушы бағасы сырттағы. Сіз компанияға кірмейсіз, қатысушы да болмайсыз, просто сатып алам десеңіз $18. $18 деген 8,5-9.000 теңге, иә, доставкасымен бірге есептеген кезде. Міне сондай разница шығады. Сол сияқты мынау супергрин, бұл батқа жатпайды, супергрин, суперред деген бұлар мына жерде суперфуд деп жазылыптыр, тамаққа жатады, иә, күнделікті. Бұлардың біреусі мысалы кишечник, ішегімізді толық тазалайтын болса, екіншісі қан тамырлар тазалайтын нәрсе, иә. Бұның да жаңағы цена участника, яғни қатысушы болып алатын бағасы $18, 8,5-9.000 теңге болатын болса, ал розничный бағасы $30, $30 деген 13.000 теңгеге жуық ақша. Сондай разница шығады 5.000 теңгедей. Және одан басқа да сайтқа кірсеңіздер толып жатыр өнімдер. Енді жаңа қатысушы дегенді, ол қалай қатысушы деген? Қатысушы деген, ол партнер болмайды, партнерский программаға қатыспайды, ақша таппайды, ештеңе істемейді, бірақ біздің өнімімізді арзан алғысы келеді. Онда ол адам $10, просто қатысушы ретінде $10 тіркеледі. Сол кезде оларға жаңағы партнерский программа ештеңе ашылмайды, $10 тіркеледі да, тұтынушының бағасында емес, қатысушының бағасында ала алады, яғни $30 емес, $18 керекті затын ала алады. Болды, сосын келесі айда керек болмаса, келесі айда төлеудің қажеті жоқ. Одан кейін 5 айдан кейін алғысы келсе, 5 айдан кейін тағы $10 төлейді, тағы да алады. Міне осы қатысушы деген. Ал егер партнерский программаға қатысқым келеді, мен еще тек қана арзан татып алмай, мен еще адам шақырам, мен еще структура құрам, мен ақша тапқым келеді десе, онда өмір бақи бір рет $40 төлеу керек болады. $40 и бірінші айдың членский взносы дейді, соны бірге қосып төлейді, сонда $49.95, яғни $50 төлейді, иә. Содан кейін ай сайын $10 көлемінде міндетті түрде төлеп отыру керек. Себебі бұл партнерский программаға қатысқаннан кейін сіздің орныңыз бір белгіленеді, кірген кезде бір орын белгіленді. Сосын сіз келесі айда төлемей қалсаңыз, бірақ сіздің бір айдың ішінде структураңыз жылжып, бір 20-30-40 адам қосылған болса, сіз төлемей қалсаңыз, членский взносыңызды сол 20-30-40 адамның астына барып тұрасыз. 2 айдан кейін төлеген кезде, иә. Сол себепті сіз өзіңіз солай ақша табуға келдіңіз ба, яғни міндетті түрде ай сайын $5 членский взнос. Бағана мен ең басында көрсетіп кеттім ғой тізімдерде. Соны пайдалансаңыз да, пайдаланбасаңыз да. Мына зумды мен бір рет пайдалансам да, бір рет пайдаланбай қалсам да, бәрібір ай сайын $15 төлеймін. Сол сияқты бұл жерде ай сайын өзіңіз $10 төлейсіз. Келесі айда дымды адам шақырмай жұмыс істемей қалдыңыз ба, өзіңіздің жеке проблемаларыңызбен бәрібір сол кезде де орныңыз жылжып кетпес үшін міндетті түрде членский взносыңызды төлеп отыру керексіз. Енді сол кезде сізге 7 түрлі табыс көзі ашылады, иә? 7 түрлі табыс көзі. Оның екеуі жаңағы апта сайын түсетін бонустар, қалған 7-еуі айына бір рет түсетін бонустар болып есептеледі. Енді жеке-жеке тоқтала кетейін. Біреусі, егер сетевиктер тез түсінеді, сетевик емес адамдарда үйреніп қалған шығар, себебі олар адамдарда кез келген жерде бір болмаса да клиент болып кіріп көрді, бір адам болса да шақырып көрді, иә? За приглашение деген бонус бар. Яғни сіз $50 клубқа адам кірді ма, компания сізге тура 50%, яғни $25 қайтарады. Яғни $50 егер 24.000 теңге болса, дәл бүгінгі күні $25 деген 12.000 теңге. Сіздер мысалы сетевой компанияларда 10%, максимум 20%-тен артық за приглашение беремайды, себебі ол жерде басқа да маркетингтің, басқа ол продуктының үстіне отырғаннан кейін оншалықты қатты қосылмайды, ол барлық жаңа қосылған үстінен қосылған процентті бүткіл бонустарға бөледі. Сол себепті бұл жерде 20% қана шығады. Ал мына жерде бізде 50%, мында 50% рефералка деген вообще ешқай жерде жоқ, даже можете спорить со мной. Сонда 2 адам шақырсаңыз, өзіңіздің салған ақшаңыз қайтып шықты, иә, $25-$25-дан $50 қайтып келді. Ал егер 4 адам шақырсаңыз, $100 алдыңызға, бір жылға сразу членский взносыңыз төлеп тастаңыз. Ай сайын $5-дан, $10-дан созып отырмай, сразу бірден төлеп тастасаңыз, бір жыл жаныңыз қиналмай тып-тыныш отырасыз, егер адам шақырмайтын болсаңыз. Екінші, быстрый старт тура осы жаңа за приглашениенің ары қарай жалғасы, иә, бұл қалай?
Яғни бұл жерде көріп тұрсыздар, сіздер ары қарай 10 уровеньге дейін ақша төленеді, бірақ ол төленетін ақшалардың бәрі сіздің статусыңызға қарап. Енді оң жағына қарасаңыздар, статус жасауда бізде оп-оңай. Бронза деген 2 адам тіркеген адам, уже бронза, бізде $50 басқа пакет жоқ, барлығы сол $50 ішінде ғана, иә. Сосын серебро деген 20 адам командаңызбен, золото деген 100 адам командаңызбен, платина деген 500 адам командаңызбен, бриллиант деген 2,5 мың адам командаңызбен. Не осындай негізгі 5 түрлі статусымыз, иә. Сол статустарды жабу арқылы сіздер келесі уровеньдерді аша бастайсыздар. Мысалы, 2 адам шақырсаңыз бронзасыз ба? Сол шақырған 2 адамыңыз 2 адам шақырса, олардың шақырған, енді анау екеу, мынау екеу шақырды, 4 адам болды ғой. Сол 4 адамның әрқайсынан $5 сіз уже $20 тағы да табыс табасыз, иә. Сосын уже серебро болдыңыз ба, 20 адам келгеннен кейін командаңызға серебро болдыңыз ба? Серебро болғанда тағы 2 уровень ашылады да, тағы олар 3-ші, 4-ші, сіздің, мысалы, немере шөбереңіз деген сияқты. 4-ші уровеньде олар шақырып жатқан адамдар сіз даже білмейсіз де, танымайсыз да. Солардың әрқайсынан жаңағы $2,5 деген, 2,5 теңге емес қой, $2,5 деген кәдімгідей егер $5 2,5 мың теңге болса, 250 теңге, иә, 1250 теңгеден әрқайсынан, мысалы, 3-ші уровеньде 20 шақты адам болуы мүмкін, 4-ші уровеньде 40 шақты адам болуы мүмкін, иә. Солардың әрқайсынан 1250 теңгеден есептей берсеңіз, 70-80 мың теңге ақша шығады, иә. Сосын 100 адамға толған кезде уже золото боласыз, одан кейін тағы 2 уровень ашылады. Сөйтіп 10 уровеньге дейін тиын тебен болса да, теңге тиыннан жиналады дейді ғой. Сөйтіп жиналып, бірақ мына төмендеген сайын адамның саны көбейіп кетеді ғой. Адам саны көбейген сайын, мыналар аз көрініп тұрғанмен де, бірақ та ақшаның саны өте әжептәуір көбірек шығады. Енді одан кейінгі келесі бонус, ежемесячный комиссия от бинарной сетки дейді. Мынау как матричный сияқты, иә, матричный комиссия деп те жазылып тұр сайтта. 2/15 дейді. Яғни бүткіл глобальный бір бинарный сетка бар, иә, компанияның басынан бастап. Сол бинарный сетканың бір жеріне келіп, сіз кеп тұрасыз бүгін тіркелген кезде. Сосын сіз тұрғаннан кейін, сізден кейін келесі тіркелген адамдар сіздің структураңызға түсуі мүмкін, иә. Немесе өзіңіздің жеке шақырған структураңыз. Солар келіп сіздің структураңызға түседі. Солар бір айдың көлемінде жиналды, мысалы 20-30 адам ба, мүмкін 200-300 адам ба, сіздің жасап жатқан темпіңізге қарай, иә. Сосын олай өтті, екінші айға аяқ бастық, екінші айға аяқ басқан кезде олар өздерінің сол келіп тұрған 200-300 адам өзінің кезекті членский взносын төлейді $10 көлемінде. Сол $10 әрқайсысынан жаңағы 25 центтен, 25 цент деген 100 теңге, иә. 100 теңгеден жаңа 200-300 адамнан сізге келіп 100 теңгеден түсе бастайды келесі айдың аяғында. Сонда есептесеңіз, 10 адам болса 100 теңгеден уже 1000 теңге, 100 адам болса 10 мың теңге, 1000 адам болса 100 мың теңге деп кете береді. Енді бұл тек қана басы ғана компания, енді бір жылға енді аяқ басып жатырмыз, иә. Бағанағы мен басында көрсеткен кеткен компаниялар 40 жыл болды, 50 жыл болды, 30 жыл болды әлі жұмыс жасап жатыр. Ойлаңыздар, сондай миллиондаған, 100 миллиондаған, 10 миллиондаған партнерлар, тұтынушылар келген кезде, өзіңіз просто есептеп көріңіз, 100 теңгеден қаншама ақша табуыңыз мүмкін. Қаншама мүмкіншілік алда жатыр, иә, әлі. Мысалы, тіпті даже, мысалы, дым адам шақырмаған адамда жаңағы ертерек жазылып, бір жерге түсіп қалды, иә, бір орындарға түсіп қалды, удачный деген сияқты. Сол адамдардың өзі, жаңағы дым өзінің адам шақырмаса рангі жоқ қой, сол рангі жоқ болса да, $2000 дейін алу мүмкіншілігі бар дейді, егер жаңағы толған кезде, мына бинарный сетка толған кезде, сол астына структурасын адам жиналып қалса, сол структурадан алады. Бұндай адамдар алып жатқан бар компанияның айтып отырған, мына маркетинг бойынша айтып отырғаны рас, себебі оны дәлелдейтін адамдар бар, алып жатқан адамдар бар. Мысалы, $200-300 басында жаңағы компания бізге Қазақстанға кіре қалған кезде кіріп қалған адамдар бар, иә. Немесе бір удачный, бір мықты істеп жатқан спонсорлардың астында тұрып қалған адамдар бар. Сөйтіп структурасы кетіп қалғандар бар. Мысалы, ай сайын $200-300 алып отырған бірнеше адамды білемін мен осы компания бойынша, Қазақстаннан. Сол сияқты, яғни, значит, компания беріп жатыр ғой, ондай мүмкін. Сізге де бір уақыт келуі мүмкін, тура дәл сол сияқты мүмкіншілік сізге де келуі мүмкін. Бірақ қазір белгісіз, ол қашан келетін, иә. Сол себепті жаңағы ой деп 2 айдан кейін қолыңыз сілтемеңіз, әлі мүмкіншілік алда. Американдық компаниялар ең ұзақ жасайтын компаниялар. Себебі қараңыздаршы, MBA әлі жасап жатыр ма, 60 жыл болды жасап жатыр. Мереке жасап жатыр ма, жасап жатыр. Тағы қандай Гербалайфты білесіздер, 40 жыл болды әлі жасап жатыр. Кез келген американдық компания өте ұзақ жасайды. Себебі Американың заңы өте қатты, себебі оларда деген жаңағы пирамида, лохотрон, анау мынау ешқашан ашпайды. И содан кейін заңды тіркеледі, компаниялардың барлығы заңды тіркелгеннен кейін оны ешкім қудаламайды ешқашан ешқай жақта, иә.
Олар налогын төлейді, тыныш отырады. Сол себепті олар өте ұзақ жасай береді, оларға ешкім тиіспейді. Сол себептен сіздер өте күшті жердесіздер. Содан кейін тағы бір плюсы американдық компаниялардың маркетинг өзгермейді ешқашан. Бізде қазақстандық компаниялар байқасаңыздар, бір жыл сайын маркетинг өзгереді, адамдар шашылып кетеді, лидерлер шашылып қалады. Бізде американский компаниялардың маркетинг өзгермейді. Біздің де міне маркетинг тура осындай бір маркетинг, өте керемет маркетинг. Түсінген адамға. Одан кейін келесі бонус бізде соответствующий бонус деген мынау чека. Бұл деген вообще шикарный бонус. Ең шикарный майлы бонус осы жерде, иә. Сіздер егер адамдардың скриндарын көрсеңіздер, бонустардың скриндарын көрсеңіздер, ең майлысы осы жерде жатыр. Себебі, мысалы, Тим Миллердікін көрдік, өзіміздің Марат Акештікін қараңыз, иә. Жаңағы бірінші бинарный сеткада, мысалы, $1200-1300 деп тұратын болса, мына жерде соответствующий бонус чека-чекаларын қарасаңыздар, $44,000, $25,000, иә. Міне сондай бонустар чаптыр. Ол қайдан жиналады? Сіздің бүткіл глубинаңыздан, жаңағы 5 уровеньге дейін бүткіл глубинаңыздан жиналады. Сіздің өзіңіздің жеке бірінші лишний шақырған адамыңыз 4 болса, немесе 40 болса да, солардың әрқайсысын тапқан табысынан сіз 50% сізге компания төлейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Ол адам шақырса да табысқа шығады, шақырмаса да табысқа шығады. Потому что оның структурасына бәрібір переливте түседі, өйтіп бүйтіп, бәрібір жүреді ол, иә. Сонда мысалы, мына бір тұрған адамы $10 тапса да, бір тұрған адамы $10,000 тапса да, бәрібір сізге 50% қайтып келеді, иә. Міне сондай, ал егер ол адам жұмыс жасап, ол бриллиантты жасаса, сіз де бриллиантты жасасаңыз, онда ол 50% емес, ол 73%-ке дейін төлейді. Себебі соның жасаған әрбір статусы үшін сізге процент төлейді. Мысалы, сіздің лишний приглашенныйыңыз дым ешқандай статусы жоқ болса да 50% аласыз. Ол сереброға шыққан кезде уже сіз 60% аласыз. Ол золотаға шықса 65% аласыз оның чегінен. Ол платинаға шықса 70%, бриллиантқа шықса 75% аласыз. Ой, 73% аласыз. Міне осындай өте керемет процент міне осы жерде жатыр. Екінші поколениеңіздегі бір адам тоже дәл солай көтерілетін болса, олар үшін тоже 23%-ға дейін сіз жаңа чека аласыз. Үшінші поколениеңіздегі адамдар көтеріліп жатса, жаңағы 13%-ға дейін, төртінші поколениеңізден 8%-ға дейін, бесінші поколениеден 3%-ға дейін процент шығады. Чека шығады. Міне осының тура дәл осының жаңағы несі дәлелі біздің жаңағы скриндағы чека-чекаларды қарайтын болсаңыздар, өте үлкен бонус осы жерде жатыр. Сол себепті бұл өзіңіздің личный структураңыздан шығасыз, ең майлы бонус осы жерде. Сол себепті шақыра алмасаңыз шақыруды үйреніңіз, ештеңке жоқ. Жаңағы үйренбейтін ештеңке жоқ, 3 күннен кейін көргенде үйренесің дейді ғой, шақыратын түк емес. Жапан далада, сахарада өмір сүріп жатқан жоқсыз, жалғыз өзіңіз, шақыруды үйреніңіздер. Офисқа келіңіздер, барлық қазір деген ақпарат деген өте көп қой, бәріміз тегін үйретіп жатырмыз. Сол себептен шақыруды да үйренесіз, шақырудың түрлерін, онлайн, офлайн, холодный контакт, бәрін үйренесіздер. Ештеңке жоқ, 2-3 адам айналаңыздан табылады. Неужели сіздің соншама 30-ға, 40-қа, 50-ге, 60-қа келгенше айналаңызда сізді тыңдайтын, сіздің авторитетіңіз, сіздің сөзіңіз өтпейтін 3-4 адам жоқ. Сол адамдарды шақырсаңыз, олардың да дәл сондай өздерінің окружениесінен 3-4 адамдары табылады. Сөйтіп бірден ақырындап команда құрылып кетеді. Яғни армандамасаңыз да, сразу жаңағы Марат Акешев сияқты 3 айда бриллиант болмасаңыз да, 3 жылда бриллиант болсаңыз да, малынып ақшаға батасыздар 3 жылда. Одан кейінгі бонус, алмазный пул бонус дейміз, 2% бүткіл товарообороттан. Ай сайынғы жаңағы күндегі кіріп жатқан $50 подпискадан да, ай сайынғы төленіп жатқан $10 членский взностан да, жаңағы сатылып жатқан товарооборот, товарымыздың, өніміміздің оборотынан да барлығынан жиналып 2% жиналады. Мысалы, 10 миллион мен 15 миллион доллардың аралығында қазіргі айлық товарооборот, соның өзіңіз 2%-ін калькуляторға салып есептеп көріңізші, $200-300 мың шығады. Сол шыққан $200-300 мың алады да, қандай бриллианттардың ортасына бөліп бере салады. Сол кезде әр бриллиантқа $3,000, $4,000, $5,000 айналып келіп жатыр, қазір. Одан кейін жаңағы коронованный пул бонус деген, бұл тура жаңағы 2%-ке қатысы жоқ, тағы да тура сол жаңағы 10-15 миллион обороттан, $10-15 миллион айына сондай обороттан 0,5% есептеңіздер, $50-60 мың. Сол $50-60 мың алады да коронованный бриллианттардың ортасына бөледі. Бізде қазір әлем бойынша 2-3 штук коронованный бриллиант бар. Солар өздеріңіз ойлаңызшы. Сол просто статусты жатқан үшін басқа бонустарын есептемеген кезде осы бір ғана бонустың өзінен $25-30 мың ақша тауып отыр.
просто статус үшін жаңағы 60 мың доллар обороттан 0,5%-ын екеуіне 30 мың доллардан бөліп беріп жатыр. Оның біреусі Америкада Тим Миллер, екіншісі Филиппинде ғой деймін. Филиппин ба, или сол жақта әйтеуір. Міне қараңыздар, осындай керемет мүмкіншіліктерді құры жіберіп алмай, бірден іс әрекетке көшу керек. Мына кішкене дәлел ретінде міне чектер, мысалы мынау апталық чектер, weekly деген апта, содан кейін monthly деген айлық чектер, мынау апталық чектер 200-300 доллар, 400-150 доллар деген сияқты. 200 доллар деген 100 мың теңге уже, 100 доллар деген 50 мың теңге, 350-400 доллар деген 200 мың теңге. Сонда мына чектің өзінде бір айдың ішінде 400-500 мың теңге ақша тұр. Мына жерде міне қараңыздар, матричный бонус 1000 доллар болса, матчинг бонус 14 мың доллар деп тұр. Бұл біз Марат Тайкешевтің сентябрьдегі чегі. А қазір уже декабрь болып жатыр. Бұл декабрьдегі чегі одан да көп. Сентябрьдің өзінде, мысалы, 20 мың доллар барлық оборот. Тапқан табысы ең соңында 18586 долларды көрсетесіздер. 18 мың доллар деген өздеріңіз жаңағы теңгеге көбейтіп ауыстырып көріңіздер қанша ақша екен. Ал оң жақтағы тұрған Тим Миллердің чегі қараңыздар, тоже бұл июльдегі чегі, июль, август, осыдан 6 ай бұрынғы чегі, матричный бонусы 1299 доллар болатын болса, мына чекасы 44810 доллар. Diamond Pool деген 25 мың доллар, міне сол июль кезінде бұл коронованный бриллиантты жауып тастаған, сол кездегі алғаны 24